Қыжылдан бір-ақ күнде құтылуға болады. Ол үшін мына 3 әдісті қолданыңыз. Сіздермен бірге жаңға дау арнасы. Каналға тіркеліп, лайк басып, пайдалы ақпаратты соңына дейін қараңыз. Қыжыл кез келген жасты мазалайтын ауру. Әсіресе тамақтан соң өңеш пен жұтқыншақтың айналасын күйдіріп жатқандай сезіледі. Оған қоса кекірік, көкірек айналасының ауруы, ауызға қышқыл дәмінің келуі байқалады. Десе де, қыжыл дені сау адамда кездеспейді. Оның пайда болуына мына жағдайлар себеп болады. Артық тамақтану, түнде тамақ жеу, спиртті ішімдік, тым ыстық шай мен кофе, шоколад, цитрусты жемістер, майлы және жалбыз қосылған тағамдарды тұтыну, артық салмақ, жүктілік, темекі шегу, іштің айналасын қысып байлау себеп болуы мүмкін. Одан бөлек асқазандағы қышқыл көбейгенде асқазан немесе 12 елі ішектің саулығы сыр бере бастағанда қыжылмен көрініс табады. Қыжылдан құтылу үшін дәрігерлер біраз дәрілерді ұсынады. Алайда саулығыңызға да, сұлулығыңызға да өте қажет әрі пайдалы сусынды ішу арқылы бойыңызды мазасыздықтан арылтыңыз. Шырынмен емделу. 2 дана картопты тазалап жуып, қабығын аршисыз. Сосын шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынды шыны ыдысқа құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 2-3 минуттан соң крахмалы төменге түскен кезде шырынды ішіңіз. Дайын шырын 10 минутқа қалып кетсе, емдік қасиетін жоғалтатынын ескеріңіз. Қыжылдан құтылу үшін картоп шырынын таңертең аш қарынға ішіңіз. Сосын таңғы асты 1 сағаттан кейін жеуге болады. Емделу мерзімі 10 күн. Ескеріңіз, картоп шырынын диабетпен ауыратындарға ішуге болмайды. Шөптермен емделу. 1 стакан қайнаған суға 2-3 қасық кептірілген түйметақты ромашканы салыңыз. Ыдыстың бетін жауып, 20-25 минуттай тұндырып қоясыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып аз-маз жұтымнан ішіңіз. 20 грамм көккүл немесе горячавка. Тамырын 1 стакан қайнаған суға саласыз. Жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасықтан ішесіз. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдау керек. 1 шай қасық үгілген жалбызды 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде аз-аз жұтымнан ішіңіз. 1 стакан толғақ шөпті немесе золототысячник, яғни 1 стакан қайнаған суға салыңыз. Стаканды ыстық суға салып, 20 минуттай булау жасау керек. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, біраз қасық бал қосасыз. Дайын болған емдік сусынды 2-ге бөліп ішесіз. 1 ас қасық үгілген ақ шайырды, яғни сушеницаны термосқа салып, үстіне 200 мл қайнаған су құйып тұндырып қойыңыз. Шамамен 2-3 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, әр тамақтың алдында 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Дәнмен емделу. Ас көк пен әніс дәнін бірдей көлемде алып, 1 стакан қайнаған суға саласыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, аз жұтымнан ішіңіз. 1 ас қасық зығыр дәнін 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Тұнбаны түнде әзірлеу керек. Таңертең дайын болған қоймалжыңды теңдей 3 бөлікке бөліп, тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. 1 уыс асқабақ немесе күнбағыс дәндерін пешке салып қыздырыңыз. Жақсылап кепкен соң таңертең аш қарынға шағып жейсіз. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған жаңға дауа арнасы. Каналға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетіңіз.